Менің болашақ мамандығым. Балалар, бүгін біз мамандық жайында айтатын боламыз. Мына суретке қарап көрші. Кім деп ойлайсың? Дәрігер. Ол ауруханада жұмыс істейді, ауырған адамдарды емдейді. Аспаз. Асханада жұмыс істейді. Дәмді тамақ әзірлейді. Ұстаз. Мектепте сабақ береді. Өрт сөндіруші. Адамдардың өмірін құтқарады. Құрылысшы. Зәулім үйлерді салады. Шаштараз. Шашты қиып, әдемі шаш үлгісін жасайды. Ғарышкер. Аспандағы жұлдыздарды зерттейді. Зымыранмен ғарышқа ұшады. Бұл шығарылым сізге ұнаса, лүпіл басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.